Өзін жоғалтып алған әйелдер қандай отбасынан шығады және қандай қыздан шығады? Не үшін әйел өзін жоғалтып алады? Өзін жоғалтып алған, қазір өмір сүргісі келмей жүрген, таңертең таң атқаннан кеш батқанын күтетін, өмірден қызығын жоғалтқан, сырты тірі, сыртынан күлімсірейді, бірақ іші әлдеқашан өліп қалған. Біреу күйеуінің көлеңкесі, біреу балаларының көлеңкесі, біреу ата-анасының көлеңкесі болып жүрген әйелдер, ал өздері жоқ. Өз өмірінде өздері жоқ. Көшеде көресің, сыртынан қарайсың, вроде күлімсірейді, бірақ та ішінде ештеңе жоқ. Себебі өзінің қалауын емес, біреудің талабын орындады. Өзі емес, біреудің айтқанын істеді. Біреу үшін өмір сүрді. Осындай әйелдер қандай қыздан шығады және қандай отбасынан шығады? Давайте осы темаға бүгін кішігірім кіріп кетсек. Бұндай әйелдер, бұл проблема негізінде қазір ғана басталып қойған жоқ. Бұл проблеманың түбі бар, тамыры бар. Барлық нәрсенің біздің өмірімізде тамыры бар. Яғни ол өзінен өзі бүйтіп өмірде пайда болған жоқ. Оның бүйтіп шығып тұрған, нәр алып тұрған тамыры бар. Ол тамыр қайда? Ол тамыр, естественно, бала кезде. Бала кезде бұндай қыздар отбасынан шығады. Үнемі критика естіген. Не мамасы, не папасы жағынан да. Біз айтамыз ғой, отбасында біреу қатал болу керек, біреу тыйым жасау керек, біреу тиіп отыру керек, біреу рұқсат бермеу керек деген сияқты. Енді әркім индивидуальность, әркімнің самооценкасы әртүрлі. У кого хрупкая самооценка, көп нәрсені өзіне қабылдап қалатын. Біреу ана жақта сөйлеп жатса, мен туралы сөйлеп жатыр, мен сондаймын, мен деп бәрін өзіне қабылдап қалған қыздар. Немесе реально шындықта үнемі критика естіді, үнемі контрольде болды, өзіне шешім қабылдауға рұқсат берілген жоқ. Посуда жуса не то жудың, киім кисе не то киіндің деген сияқты, шашын тараса не то тарадың деген сияқты үнемі критикамен өскен қыздар өзінің отбасыға кірген кезде жоғалтып алады. Сонымен бұл қыздар өсті дейік, өсті, бой жетті. Яғни қызға берілмеді ішкі опораны қалыптастыруға. Оған үнемі оны қолынан жетектеп жүрді. 6-7 жасар, 3-4 жасар бала сияқты қолынан жетектеліп жүрді. Сен мынаны жаса, мынаны жасама, мынаны дұрыс, мынау қате деген сияқты қыздың өзінде ешқандай таңдау болған жоқ. Үнемі оны жетектеп отырды. И қыздың ішінде опора қалыптаспаған. Яғни ішкі стержень деп айтамыз ғой, ішкі стержень жоқ. Бұндай қыздар өседі, есейеді, уже тұрмысқа шығып. Бұндай қыздар көбінде я докажу деген нәрсемен өседі. Яғни яркая, сондай бір успешная болғысы келіп тұрған, жанып тұрған қыздар болып өседі. Және бұл қыздар қандай ер адамды таңдайды? Ең қызығы, бұл қыздар таңдайды, ортасында маңызы бар, властный дейді ғой, айтқан сөзім болды, мен айттым, осы болады деген ер адамдарды таңдайды көбінде. Неге? Потому что бұл қыздар анау ер адамды менсінбейді. Олар таптап өтіп кетем деп ойлайды. И сондай бір властный ер адамды таңдайды. Неге? Қазір бұл не үшін олай таңдайды? Оны қазір осы видеоның соңында білетін боласыздар. Таңдайды. Басында, конечно, приятно. Бұндай ер адамдар, таңдаған ер адамдары, конечно, приятно. Ол қыз үшін барлық шешімді, барлық забота дейміз ғой, қамқорлығымен прям орап алады. Яғни жылы киін, жерге барма, клубтар жаман, шашыңды былай жаса, былай киін, қыздар осылай киінеді деген сияқты, қайда барасың, кіммен барасың, сенің проблемаңның барлығын шешіп береді. Басында, конечно, қыз балаға бұл өте приятно. Сен үшін сені забота жасап жатыр, саған ухаживать етіп жатыр, сен үшін проблемаңды шешіп беріп жатыр. Бұл, конечно, приятно. Бірақ та үйленіп, біраз жылдар өткен соң, уақыттар өткен соң, бұл забота ең қызығы контрольға айналады. Яғни полностью қыз үшін, әйел адам үшін ер адам шешім қабылдайды. Қайда барасың, кіммен араласасың, шашыңды қиясың, қимайсың, мынандай тамақ жейміз, жемейміз, үйді былай жина, жинама, мынамен араласпа, мына жұмыста істейсің, істемейсің, полностью контрольді алады. Яғни әйел адамға уже просто как робот сияқты берілген нәрсені жасау и все. Оның өзінің пікірін білдіруге құқы жоқ, таңдауға құқы жоқ, потому что ер адам полностью контрольға алып алды. Бұл бірден болатын құбылыс емес, ақырындап болады. Бұның барлығы ақырындап жүреді. Как естественный сияқты, күнделікті ақырын бір тамшы түсе тасты жарады дейді ғой, дәл сол сияқты ақырын болатын құбылыс. Егер бірден болатын болса, конечно, ол қыз мұны түсініп қалады, ми түсініп қалады, уже қашатын болады. Бірақ бұл сондай өзі солай болатын құбылыс, яғни психика заботадан ақырындап сондай контрольге өтеді. Уақыт өте келе бұндай әйелдерді ер адам подавлять ете бастайды. Яғни полный контроль алды, енді өтеді критикаға. Уақыт өте келе критикаға етеді. Әр жасаған ісін,
тамағын, үйді, жұмысы, баланың тәрбиесі, баланың сабағы ақырындап әйел адамның мойнына ілінеді. Бір сөзбен айтқанда, жақсы әйел осындай болады, жақсы әйел баланың тәрбиесіменен алысады, жақсы әйел тамақты былай жасайды, жақсы әйел осындай характер көрсетеді, даже сенің бір ситуацияға байланысты реакцияң, характеріңе дейін бақылауға алады. И әйел үшін бұл ақырындап шындыққа айналады, потому что ақырындап сенің подсознанияң программаланып жатыр. Яғни уақыт өте келе бұл әйел подавлять ете бастайды. Көп жағдайда маған келетін көп қыздардың көп жағдайында жұмыстан шығарып алады. Яғни сенің жұмысың не то, подругалармен араластырмай қояды. Сен подругаларың дұрыс емес адамдар. Анау сондай, мынау сондай, лучше араласпа. Жұмыстан шығарып алады. Айлаға аз, коллегаң дұрыс емес, зачем саған сонша ақшаға болады, жұмыс жасайсың, лучше үйде отыр деген сияқты әйел адамды ақырындап подавлять етіп бастайды. Яғни езіп, таптап, үйде удобный болып отыруға алып келеді. Бұған қоса обесценивание, яғни сенің әр жасаған ісің, әр жасаған әрекетің, іс-әрекетің, күлгенің, сөйлегенің, тамағың, баланың тәрбиесі, жасаған жұмысың, развитияң, барлығын контрольға алып, обесценивать етіп тұрады, яғни түсіріп таптап отырады. Бұндай жағдайда көбінде әйел өзін моментально өшіріп отыратын болады. Уақыт өте келе моментально өшіріп отырады. Бірдеңе жасайтын болса күйеуім не дейді, бірдеңе іс бастайтын болса күйеуім не дейді, лучше мен жасамай-ақ қояйын. Неге? Потому что оның миы уже программаланып қалды, что она никчемная, оның қолынан уже ештеңке келмейтін, ештеңке жасай алмайтын, сондай до такой степени оны сендіріп тастайды, что ол уже өзі сене бастайды сол нәрсеге. Мен қолымнан ештеңке келмейді, менің қолымнан жұмыс келмейді. И уақыт өте келе ол ойлайды, лучше мен үйде отыра берейінші, шүкір Аллаға, тамағымыз бар, жейтін тамақ киіміміз бар, и отыра берейік, и шүкір етіп отыра береді. Солай отырып әйел өзін жоғалтады. Яғни оның өмірінде өзі жоқ, қалау жоқ, мақсат жоқ. И бұндай әйел не істейді? Мақсаты жоқ адам, қалауы жоқ адам не істейді? Таңертең кешке бастап ұйықтай бастайды. Одан кейін уже фигура кетеді, түр кетеді, өзіңе ухаживать етпей бастайсың. Уақыт өте келе бұл нәрсені де ер адам критикаға айналдырады. Яғни сен өзіңе қарамайсың, сен әбіржіп кеттің, сен толып кетсің, толық болсаң аз, азып кетсең толсай деген сияқты. Бұндай ер адамдар любой жерден сені обесценивать ететін, саған критика айтатын бір повод тауып алады. Олар табады өзінің поводын. Уақыт өте келе бұндай әйелдер күйеулерін жек көріп бастайды. Олар түсінбейді, жек көретінін де даже түсінбейді. Олар бессознательно, мы уже программа қалған, бірақ бессознательно что-то не так екен түсінеді. Из-за этого күйеуінен қаша бастайды. Некомфортно, даже бір комнатаға отыра алмауға жететін жағдайлар болады. Яғни дискомфорт, яғни телодағы химикат, уже химические реакциялар, уже гормондар до такой степени ер адамның қасына жақындауға жол бермейтін дәрежеге жетеді. Одан кейін не болады деп ойлайсыз? Одан кейін, конечно, ер адам даже жақындыққа өтеді. Яғни сен тіпті жақындықта дұрыс емессің. Сен даже тамақты да дұрыс жасай алмайсың, қолыңнан жұмыс келмейді, баланың тәрбиесі анау, сен жақындықта да осындайсың деген сияқты әйелдің самооценкасын нөл қылады полностью. И бұндай әйел қандай әйелге айналады? Қызғаншақ, өзіне сенімсіз, үнемі ода да уже обратный реакцияда үнемі күйеуін қадағалап отыру, қашан келді, кіммен жүр, біреумен сөйлесіп қалмады ма деген сияқты уже өзіне деген сенімі кетеді. Не үшін қызғаныш? Қызғаныш не үшін болады негізінде? Қызғаныш ол жақсы көргендіктен емес, қызғаныш мен жоғалтып аламын деген қорқыныш. Яғни мен өзіме сенімсізбін, я такая никчемная, ал мынау сондай құнды нәрсе, құнды зат, құнды адам, осыны жоғалтып алудан қорқу. Из-за этого реакция, мидың реакциясы, қызғану, іздеу, зависимый болу деген уже реакциялар туып бастайды. Одан кейін ең қызығы қараңыздар, түсіріп уже сені жерге таптап тастады, сенде уже қалау жоқ, сенде уже хобби жоқ, сенің уже мақсатың жоқ, сен просто жүрген бір мешоксың, бір сөзбен айтқанда. И саған тұрады да ер адамның қызығушылығы уже кетеді, потому что сен уже пустой сосудсың, сен просто жүрген, сенің мнениең жоқ, сенің қалауың жоқ, сенің мақсатың жоқ, сенің полностью сені обесценивать етіп тастады. И бұлар тұрады да басқа жақтан қызық іздей бастайды. Яғни измена, да? Бірақ ең қызығы, изменаға да сені кінәлайды. Сен солай мені қанағаттандырмадың, сен сондай дұрыс емессің, из-за этого мне пришлось басқа жақтан іздеуге. Представляете? И оған да ең қызығы, оған да әйел сенеді. Измена көрген әйелдердің көбісіне сұрайтын болсаңыздар, олар айтады, что-то со мной не так. Мен дұрыс жасамадым, менде де қате бар, мен солай жасамадым, может мен солай жасаған кезде сондай болушы ма еді деген сияқты әйел адамның самооценкасы түседі, сенімділік кетеді, и чувство вины пайда болады уже. Ер адамда ол жоқ. Он думает, что вы виноваты. И сіз ойлайсыз, я виновата. Представляете? Не болып жатыр? Қалай әйел өзін жоғалтады?
осыдан кейін өзіңді тауып көр, иә. Полностью араласатын адамдарыңыздан да алшақтатады. Неге? Потому что оның өмірінде сіз, ол главный болу керек, ол ғана авторитет болу керек, оның ғана сөзі тыңдалу керек, оның ғана айтқан сөзінің бәрі дұрыс деліну керек. Сондықтан да ол саған дамыма дейді, оқыма дейді, жұмыс жасама дейді, потому что оған выгодно. Потому что өзіне сенімсіз, өзін төмен сезінетін сорлы адамды басқару өте оңай. И олар солай сізді баса береді. Ол сізге жаны ашығандықтан емес, ойламай ақ қойыңыздар, ол маған жаны ашып жатыр деп. Оның выгодасы бар, ол өзі үшін жасап жатыр. Ең қызығы, осындай елдердің барлығы айтады: мен тұрмысқа шықпай тұрып, мен такая яркая была, менің характерім вообще басқаша еді, мен айғайлап күлетінмін, араласатынмын, барлығымен, елдің барлығымен араласатынмын, сондай ашық болдым. Ал қазір мен вообще басқашамын, ешкіммен араласқым келмейді, ештеңке қызық емес, алдын бір жұмыс бастасам болып кете беретін, қазір не бастасам да болмай жатыр. Неге? Потому что сенің уже санаң запрограммировано негативке. Сен уже өзіңе сенбейсің, өзіңе сенбейтін адам уже ешкімге сенбейді, өзінің мүмкіндіктеріне де және біреуге де. Сондықтан сен солай өше бересің, өзіңді бір сөзбен айтқанда өлтіре бересің. Енді бұл жерде сені ешкім құтқармайды. Өзіңді құтқаратын, өзіңді өлімнің аузынан алып шығатын, бір сөзбен айтқанда, өзің ғана. Сондықтан ештеңеге қарамай, ешкімге қарамастан даму керек, өзіңді тану керек. Қай жерде қате кетіп жатыр, менің қандай эмоциям, что я чувствую, это реально шындық па, өтірік па? Потому что бұндай елдер уже шындық пенен өтірікті ажырата алмай қалады. Яғни реальность пен иллюзияны шатастырып алады. Сондықтан да олар қолынан келмейді деп, сол жүрген ортада ары қарап жүре береді. Қиналғанның үстіне қиналып өмір сүре береді. Енді басты сұрақ, неге бұлай әйел бұлай осындай халге айналып кетеді? Не үшін нормальный өзінің жеке шекарасын қорғап бүйтіп трезво шыға алмайды? Потому что бұл әйелді критика айтыла берген кезде әйелдің психикасы автоматом бала позасына, бала позициясына өтіп кетеді. Яғни бала состояниесі. Ал бала состояниесі қандай? Ол өзіне сенбейді, ол әлемге енді келді, ол қорқады, барлық нәрсе неизвестно, қолынан келеді, келмейді деген сияқты. Оны біреу жетектеу керек. Ал сен ата-анаңнан шыққаннан кейін күйеуіңнің алдына келдің, жетелейтін адам кім? Күйеуің. И сол саған авторитет болады. Сол не айтса, сен соған сеніп ары қарап кете бересің. Сондықтан да көп әйелдер, осындай отношениедегі әйелдер өзін қорғай алмайды. И мен перепискасын сұраймын ғой, WhatsApp-тағы да. Сол жерде только муж контролирует, муж диктует. Мынандай жасаймыз, ал әйел жүгіріп барып соны жасайды. Неге? Мен айтамын, жеке шекара қайда? Осылай айт, осылай айтып, сен жасау керек нәрсе бар, жасамау керек нәрсе бар. И олар айтады, егер мен осылай қарсы шығатын болсам, онда ұрыс болады. Ұрыс болмай ақ қойсын деймін да, лучше жасай беремін. Уже ми сондай уже құрастырып тастаған, яғни сценариймен келе жатыр. Балалық сценарий да. Баланы бір нәрсені жасамаса не істейді ата-анасы? Ұрсады, жазалайды. И бала жасауға мәжбүр болады. Ал взрослый адамды ешкім мәжбүрлей алмайды ғой. Потому что она же уже взрослая, оның өзінің қалауы бар, өзінің таңдауы бар, мақсаты бар. Бірақ ми до такой степени сондай травмаға түсіп кетеді, құлап кетеді, и ол өзі сондай состояниеде екенін түсінбейді да. И ол сол дұрыс екен деп ойлайды. Яғни күйеуі сен мынаны дұрыс жасамадың, ты виноватая десе, ол ойлайды, ну, значит, я виноватая. Представляете, сен баланы дұрыс қарамадың, ты виноватая десе, менің изменам үшін сен кінәлісің десе, ол ойлайды, я мен кінәлімін. Ну, значит, мен бір нәрсені дұрыс жасамадым. Из-за этого я виноватая. Представляете, қалай әйел адам өзін жоғалтып жатыр, таптап жоқ болып кетіп жатыр, сөзбен айтқанда. Сондай әйелдерге, да, уже қаламайды, уже болашақ көрмейді, уже шешім қабылдайды, ажырасу керек деген, бірақ ажыраса алмайды. Неге? Потому что бұндай әйелдер, подобное притягивает подобное. Осындай әйелдер контрольді жоғалтып алудан қорқады. Оған үнемі контролировать етіп отыратын, қолынан жетектеп отыратын адам керек. Потому что бала позициясына құлаған адам, ересек адам қорқады, бірақ жасай береді. Ал кішкентай бала қорыққанын жасай алмайды. Үлкенсіз, қасында ересек адамсыз, авторитетсіз, оның қолынан жетектеп жүру керек. Сен былай жүр, сен қолыңнан келеді, давай баста десе, ол бастайды, сен қолыңнан келмейді десе, ол тоқтап қалады. Ол да не развито, аналитический ум дейді ғой, сондай дамымаған. Яғни дамыса да өшіп қалған. Мына триггермен детский позицияға құлады, и сол кезде өшіп қалады. И ол тұрады да, басқа сырттан біреу дұрыс деген нәрсе дұрыс, бұрыс деген нәрсе бұрыс. Сондықтан да ол солай өмір сүре береді. Және даже бұған шыққанның өзінде олар кете алмайды. Потому что мына опора ғой. Потому что опора жоқ қой, іштегі кішкентай қыздың ішінде опора жоқ. И ол опораны күйеуі табылады да. И қанша қиын болып жатса, ол кете алмайды. Неге? Себебі ішіндегі опораны жоғалтып қойғанын қорқады. Как будто ол кететін болса, аяғының астынан жер тайып кеткендей ощущение де болады, сондай сезімде болады. Сондықтан да қанша тырысса да, мимен түсінсе де, ол кете алмайды.
потому что осындай ощущение, осындай сезім, бұл психиканың, яғни бессознательный түпсананың жасап жатқан бізбен іс-әрекеті. Психикаға, түпсанаға жазылған программалар. Ал енді ер адам неге олай болады, да? Нормальный, сау, ересек адам неге олай болады? Я жаңа айттым ғой, подобное притягивает подобное. Ал ер адам контрольді жоғалтып алудан қорқады. Түсініп тұрсыздар ма? Пазл. Плюс пен плюс ешқашан бірікпейді. Минус пен плюс бірігеді, бір-біріне тартылады. Подобное притягивает подобное. Түсініп тұрсыздар, да? Әйел адам контроль жоғалтып алуға қорқады, ер адам контрольді жіберуге қорқады. Потому что оның өмірінде де сондай бір ситуация болды. Либо мамасы тастап кетті, либо отвергать етті, либо қабылдамады, либо маңызды көрмеді, и ол қорқады, сол қазір енді ересек болып өзі сондай өмірді құрды, где он важный, и ол әйелінің арқасында самоутверждаться етеді, яғни өзінің бар екенін, значимый екенін әйелінің арқасында өзі сезінеді, и ол қорқады соны жіберіп алуға. Яғни әйел оның қолындағы ашылған карта сияқты болу керек. Қайда барады, кіммен жүреді, не туралы сөйлеседі, не жейді, не ішеді, барлығын біліп отырғысы келеді. Прям жажды дейді ғой, прям жажда. Қалай қазақшасы? Су ішкенде прям бүйтіп құнығып кетеміз ғой, дәл сол сияқты құнығып отырады. Өзін басқара алмайтын до такой степеньге жетіп алады да, и ол соны басқарғысы келеді. Және бұл ер адамдардың, олар же қорқады ғой, брошенный болуға, тастап кетеді деп ойлайды. Бала тастап кетеді, я тастап кетті дегенде сіздер ойламаңыздар, тастап мамасы полностью кетіп қалды. Жоқ, бала үшін маманың магазинге кеткенде тастап кеткен, да? Сезімтал бала үшін. Травма алатын бала бәрібір травма алады. Мамасы может бір айға, 2 айға жұмысқа кетті, может саудаға кетті. Сол кезде осындай случайлар болады. Яғни бала өзін брошенный сезінеді, тастанды, керексіз сезінеді. Сол кезде ол өзіне сондай семья құрып алады, где он важный, где он нужный. Сол арқылы ол самоутверждаться етіп, яғни өзінің сондай бір несін қандырып өмір сүреді. Сондықтан да ол осы нәрсені жоғалтып алуға қорқады, қатты қорқады. И он будет контролировать вас всегда. И жаңа айтқым келген нәрсе, бұндай ер адамдар запаспен жүреді. Яғни әйелі болса да изменаға барады. Неге? Потому что әйел тастап кеткенде мына жақтан запас тұру керек. Ол қалып қалмау керек. Олар жалғыздықтан қорқады. Сондықтан да осындай психикадағы ер адамдар осындай болып келеді. Енді бұлдан шығудың жолы бар ма? Жолы бар. Жолы әйел адам өзінің ішіндегі опораны қалыптастыру керек. Яғни детский позициядан шығу керек. Өзінің мені ішіндегі стержен пайда болу керек. Керек жерде отпор беру керек. Өзінің пікірін қалыптастыру керек. Даму керек, өсу керек. Я, сондықтан да қазір сіздер может өзіңізді танып жатқан болсаңыз, онда міндетті түрде баруыңыз керек. Психологқа баруыңыз керек. Өзіңіз сенетін, өзіңіз осы мені шешіп береді ау деген психологқа бару керек. Потому что бұндай состояниедегі әйелдер көбінде өзі шыға алмайды бұл состояниеден. Өз өміріңіз, өзіңіздің қолыңызда, қыздар. Бұл эфир, бұл видео пайдалы болды деп ойлаймын. Пайдалы болса, пайдалы болды деп жазып кетіңіздер.